Hello guys, сіздермен бірге ағылшын кітап. Бүгінгі біздің сабағымыз numerals немесе сан есімдер. Біз осы бүгін сан есімдердің не екенін және ағылшыншадағы соның қандай түрлерін барын қарастыратын боламыз. Ал енді бастамастан бұрын сабағымызды осы біздің видеоларымыз, контенттеріміз сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, туыстарыңызбен де бөліссеңіздер, ол үлкен бізге бір мотивация болып табылады. Ал енді сабағымызды бастасақ. Бірінші осы сан есімдер не дегенге сұрақ жауап берсек, қазақ тілінде болсын, ағылшын тілінде болсын, ол сандарды, мысалы numbers деген сандарды білдіретін сөздердің барлығын біз осы сан есім деп атаймыз. Енді бұл жерде ағылшын тілі мен қазақ тілінде орталық сол бәрі де бір зат, сан есім деген. Бірақ енді атауы басқа. Мысалы тағы қандай деген кезде, атауы басқа деген кезде, мысалы қандай бөлек түрлері бар. Мысалы бұл жерде cardinal numbers. Ол не деген кезде қазақ тілінде кардинал деген есептік, есепке, санауға есептік, мысалы керек сандарды біз осы cardinals немесе cardinal numbers деп атаймыз. Ол қандай деген кезде, мысалы 1, 2, 3 ары қарай кете берсе, осылардың барлығы күнделікті мысалы қолданып жүрген есепке қолданып жүрген сандардың барлығымыз осы есептік немесе cardinal numbers деп атаймыз. Ал енді екінші үлкен түрі қандай деген кезде, ол бізде реттік. Мысалы мына жерде order деген сөз, ordinals деп атаймыз оны, немесе ordinal numbers деп атаймыз. Order немесе ordinal numbers, так, мына жерде s бір артық кетіпті. Order деген сөз, ол екеуі бір түбірлес сөздер. Order мен бұл яғни порядок, орысша айтқан кезде, немесе бір рет дегенді білдіретін сөздер. Бұл қандай деген кезде, мысалы үнші деген жалғаулар қосылып жасалған, мысалы ретті білдіретін сандардың барлығын біз осы ordinals деп атаймыз. Мысалы қысқартып жатсақ, мысалы бірінші, екінші, мысалы жүзінші деп барлығы осы сөздердің барлығы осы ordinalsқа ағылшынға кіреді. Енді осы әрқайсысын қарастырсақ, мысалы cardinals есептік сан есімдер. Енді осы мына сан есімдерді ағылшынша мысалы 1-ден 10-ға дейін біз 0-ші класста болсын, садикте болсын, 1-ші класста болсын, жыл сайын өтеміз. Мысалы соны қарастырып өтсек, мысалы 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 10-нен бітеді. Ары қарай ең қызығы 11-ден 19-ға дейін бұл жерде бір қызық зат болады. Мысалы біз естеріңізге түсіре кетсек, мысалы 11 ол бізде 11. Неге келіспейді? Бұл не үшін айтып жатырмын? Қазір біз осы мына реттік неме еткен кезде, қарастырған кезде реттік сан есімдерді, бұл осы айтып жатқан мына сан есімдер бізге керек деп мысалы 11, сосын 12, сосын ары қарай мысалы 13, 14 деп мысалы 10 жалғауы қосылады. 10 бізде не деген сөз деген кезде, бұл 10 деген сөзді білдіреді. Old English, яғни бұрынғы ағылшын, көне ағылшын тілінде 10 деп қосылған осы 10-ды білдіреді. Оның тағы да түрлес сөзі, мысалы teenager деп айтамыз, мысалы орысшада болсын, қазір біздің мына сленгке неме деп айтып жатқан teenager, teen дегеннің барлығы осы 10-дық деген сөзден шыққан, 12 жасарлық баланы осылай teenager деп атаймыз. Ал енді ары қарай қандай, мысалы 20 болсын, 30 болсын, 40 болсын, мысалы оның барлығын біз мысалы 20, 20 21 қандай болады деген кезде бізде 21, яғни ары қарай барлығы осы сызықшамен жазылады. Бұны біраз compound, яғни күрделі 2-3 сөзбен жасалған сан есімдерді сөйтіп атаймыз, сызықшамен жасалады. Бірақ бір ең қызығы мына жерден dy деп жасап кетті. Мысалы ағылшыншада егер кешіріңіздер, орыс тілінде мына неменесінде грамматикасында қарап өтсеңіздер, мысалы dt, vf, звонкие парные, глухие парные деген мысалы немелер болады, ережелер болады. Бұл жердегі мысалы ty деп білді, бірақ бұл сөйлеген кезде, көп айтылған кезде dy болып айтылады. Мысалы қарап көрсек, мысалы 20, 20, 20, 20, 20 айтқанымыз 20 сияқты айтылғанымен, тез айтылған кезде 20 болып келеді. Яғни айтылған кезде бұл осы dy-ға өзгереді. Соны естеріңізде сақтап өтсеңіздер. Бұл да бір сөйлеген кезде, осы speaking, егер экзамен тапсырсаңыздар, осы көп керек болады бір кішкентай да болсын бір көмек деп ойлаймын. Ал енді 100 қандай болады деген кезде 100 десек те болады, немесе 800 десек те болады. Мысалы A1 ол 1 дегенді білдіреді.
осылай 100, мысалы 1000, 1000 немесе 1000 деп айтсақ болады. Көбінесе енді a деп айтқан дұрыс. Так, 1000. Так, мынау бізде қандай деген кезде? Бұл бізде 9 нөл бар. Қандай деп ойлайсыздар? Мысалы, біз бұны миллиард деп атаймыз. Егер осыны жауабын білсеңіздер, мына комментарийға жазып жіберсеңіздер болады. Ал енді екінші, мысалы, түрінде қарастырсақ, реттік сан, ordinals'қа. Ол қандай деген кезде? Көбінесе, мысалы, th жалғанып, осы реттік сандарды жасаған кезде осыны біз неметеміз, қолданамыз осы жалғаулықты. Бірақ бұл жердегі ең тағы да бір қызығы, бұл жерде көбінесе бірінші мен екінші, үшінші деген осы сөздер көбінесе бірақ бөлек болады. Мысалы, қандай деген кезде? Мысалы, first бірінші деген сөз, second екінші, үшінші. Енді естеріңізде болса, мысалы, 1st of May, бірінші май деп осылай жазамыз. Бұлды қысқартып, st деп қысқартамыз. Мынаны екінші, мысалы, екінші апрель десек, 2nd of April деп өстіп қысқартып, күннің ретін, мысалы, ағылшын тілдерінде естеріңізге түссе, осылай қысқартып жазатын боламыз. Бұның барлығы сол қысқартылған ең соңғы екі әріптерін осылай қысқартып жазады. Ал енді тағы да бір қызығы, бұл жерде мысалы бірден басталды деген кезде, мына жерде 10 мен бітті, th арқылы қосылып. Бірақ 11, 12 бұл ta арқылы бітті. Мысалы, бұл арқылы, мысалы, егер логикалық боймен, логикалық жақтан болу үшін, мысалы, 10 first болу керек еді. Бірақ олай емес. Ағылшын жаңа айтылып кеткендей, мысалы, есептік сан есімдерде 11 болғаннан кейін біз th қосып 11th 11-шін солай айтамыз. 12 тура солай болады. Ал енді тағы да бір қызығы, мысалы, 21 дейік. 21 қалай болады сонда? Бұл жерде бұл, яғни бұл мына заңға, так, басқа есеп қолдансақ, яғни басқа цветті. Так, мысалы, 21 болған қандай болады деген кезде, бұл жерде бір қызығы 21st, яғни 21th болмай, 21st болады. Енді тура 22 қандай болады деген кезде, тура солай 20, 2nd, 23 қалай болады? Тура сол 20 алдына жазылады, сосын 3rd болады. Яғни бұл 20-дан кейінгі барлығы осылай осы мына немеге жалпы мына ережеге сайланады, ал жалпы ережеге кіреді, ал ары қарай мысалы 11, мысалы 10, 11, 12, 13-тен басқа барлығы осы 21st, 22nd, 23rdқа келеді. Ал енді сабағымыз осымен тамам. Бұл жерде тағы да бір осы сабаққа байланысты бір жаттығулар бар. Осыны қарап өтсеңіздер, осының барлығын, мысалы, барлық осы жаттығуларды сіздер реттік немесе ordinals түрінде жазып кетсеңіздер, осы комментарияға сіздерге үлкен алғысымды айтамын. Ал енді бүгінгі сабақ тәмам. Сұрақтарыңыз болса, басқа да бір айтарыңыздарыңыз болса, комментарияға жаза кетсеңіздер болады. Ал енді келесі кездескенше сау болыңыздар.